Бүгін Түркістанға іс сапарымен келген Түркия Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Уфук Экеджи мен Түркия Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Әли Рыза Ақынжы Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті оқытушыларымен кездесу өткізді. Университетке қосымша қаржыландыру, қосымша университетке мүмкіндіктер беру, ғылым болсын, оқу процесі болсын, инновация болсын, басқа да сондай үлкен мүмкіндік беретін ерекше статус берілді. Біздің университет ерекше университет, Қазақстанда бұндай университет жоқ. Себебі басқару жүйесі де ерекше, өзгеше. Бұл енді коллегиалдық деңгейде басқарылатын университет. Өздеріңіз жақсы білесіздер, университеттің ең жоғары басқару органы болып, ол үкіметаралық өкілеттік кеңес болады. Оның құрамына келесі былай. Бізде екі жақтан 5 адамнан Түркия президенті тағайындайтын 5 кісі және Қазақстан үкіметі тағайындайтын 5 кісі бар. Қазір енді осы жақында ғана біздің өкілеттік кеңестің төрағасы болып Түркия президентінің жарлығыменен Мұхиддин Шимшек мырза тағайындалды. Енді қазір күтудеміз, тағы 2 кісіні тағайындау керек. Мінекей өздеріңіз көріп отырсаңыздар, мінекей осы Түркия тарапынан белгілі мемлекет қоғам қайраткері Ибрагим Калын мырза, өкілеттік кеңестің мүшесі Сердар Чан мырза, сондай осы жаңағы бұл деген енді не көрсетеді? Бұл деген Түркияның біздің университетке ерекше көзқарасын, үлкен маңыздылығын көрсетеді. Себебі осы 2 кісі де қазіргі біздің Түркияның президентінің ең жақын адамдары осы біздің өкілеттік кеңеске кіріп отыр. Қазақстан тарапынан білім және ғылым министрлігі кірді. Осы біздің облысымыздың жаңағы басшыларының орынбасары кірді. Сондай лауазымды кісілер қазір осы өкілеттік кеңесте біздің университетіміздің дамуына елеулі үлес қосып келе жатыр. Болатбек Серікбайұлының айтуынша, осыдан 28 жыл бұрын екі мемлекеттің басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Сүлеймен Демирелдің бастамашылығымен ашылған оқу орны бүгінде алыс жақын шетелдерге танымал, халықаралық деңгейдегі ерекше мәртебеге ие университеті болып танылып отыр. Бүгінде білім ошағының қабырғасында 20 елден 40-тан астам ұлт пен ұлыстардың 10.274 студенті тәлім алуда. Өз кезегінде Түркия Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Уфук Экеджи ағынан жарылып, бұл менің Түркістанға алғаш рет келуім. Университетпен танысу үшін әдейі келдім. Алдын ала Нұр-Сұлтан қаласында ректормен танысқан болатынмын. Бірақ бұл жолы университетімізді жақыннан көріп, ұстаздармен танысу үшін арнайы келіп отырмын. Мынау пандемия болмағанда бәлкім көпшілікті көріп, студенттермен жақынырақ танысар едім. Дегенмен бұл соңғы кездесу емес деп үміттенемін. Пандемиядан кейін де көбірек келуге тырысамын және студенттеріміздің қажеттіліктерін қамтамасыз етуге барынша атсалысамын дейді. Университет басшылығы бауырлас елдің елшісіне салтымызға тән құшағын айқара ашып қонақжайлық көрсетіп шапан жапты. Түркі дүниесінің киелі шаңырағына айналған Яссауи кесенесінің студенттердің қолымен салынған картинасын табыс етті. Мен Нұр-Сұлтандағы қызметімді қаңтар айынан бастадым. Наурыз айында Түркістанға келемін деп жоспарлағанмын. Алайда карантинге байланысты сапарымды кейінге қалдырдым. Түркістанға келе салысымен университетке келдім. Бұл сапарда мен ерекше толқып тұрмын. Ата жұртымыздағы бауырларымыз бізді құшақ жайып қарсы алды. Университет басшылығына үлкен алғысымды білдіремін. Жоғары мәртебелі қонақ университеттің құрмет кітабына қолтаңбасын қалдырып, оқу орнының алдағы болашағы, жаңадан салынатын құрылыс жобаларымен танысты. Ескендір Ертай, Бағдат Ерсейіт, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.